Сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ресторандағыдай өте дәмді болып шығатын пицца пепперони жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді. Ендеше менімен бірге жасап көріңіз. Керекті заттарды описанияға толық жазып қалдырдым. Ең алдымен ұнның ортасын осылай ашып, үстіне жылы су құямыз. Одан кейін ашытқы қосамыз. Қант және тұз, оливковое масло қосып, әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болып шықсын десеңіз, міндетті түрде оливковое масло қолданыңыз. Бұл жерде мен 4 пиццаға арналған тесто жасап жатырмын, ал сіздерге описанияда 2 пиццаға арналған қамырдың рецептісін қалдырамын. Илеп болғаннан кейін бетін пакетпен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше соус дайындаймыз. Ол үшін осындай қызанақтарды алып, шет-шетін кесіп шығамыз және басындағы керек емес жерін алып тастап, үстіне ыстық қайнаған су құйып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң үлбіреп тұрған қабықтарын алып, бағанағы кескен жерімізден 4 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін блендермен майдалап езіп шығамыз. Ешқандай іртік болып қалмау қажет, толықтай еземіз. Әрі қарай баяу отта оливковое масло құямыз табамызға. Оның үстіне чеснокты қуырып аламыз, өйткені чесноктың ащы иісі кетуі керек. Оның үстіне 1 қасық орегано, жарты қасық тұз қосып араластырып тұрамыз. Одан кейін бағанағы езіп алған қызанағымызды қосамыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ. Сәлден соң оның үстіне 1 қасық паприка қосып, тағы да 1 бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Одан кейін отты сөндіріп суытып аламыз. Көтерілген қамырымызды ыдыстан шығарамыз және оны 4 бөлікке бөліп, сыртын оливковое масломен майлап шығамыз. Маймен майлайтын себебіміз бұл бізге ары қарай жұмыс жасауға өте ыңғайлы болады. Жайғанда ешқандай қиналмайсыз. Барлығын майлап алғаннан кейін бетін пакетпен қайтадан жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде әдемі болып көтеріледі. Мінекей біздің қамырларымыз көтерілді. Енді біртіндеп пиццамызды жая берсек болады. Пиццаның қамырын диаметр 30 сантиметрге дейін жаюға болады. Өзіңіз қалаған размерде жайыңыз. Одан артық болып кетсе, қатты жұқа болып қалады. Қамырымызды әдемі жұқа етіп жайып алғаннан кейін, жаңағы дайындалған 3-4 қасық соусымызды қосамыз. Соусты жағып шыққаннан кейін алдын ала теркадан өткізілген сырды сеуіп шығамыз. Сырды көбірек қоссаңыз, пиццаңыз соғұрлым дәмдірек болып шығады. Сеуіп болғаннан кейін үстіне шұжықты да осылай қойып шығамыз. 180 градусқа печкаңыздың қызуына қарай 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын, достар. Сіздер де жасап жақындарыңызды қуанта беріңіз. Алдағы уақытта қандай да бір рецепт керек болса, маған комментарийға жазып кетсеңіз, міндетті түрде бірге жасап көретін боламыз. Егер видеом сіздерге пайдалы болса, бағалап кетуді ұмытпаңыз.
Сіздермен бірге болған Каухар, дастарханыңыздан ешқашан ас үзілмесін.